Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай өте дәмді әрі оп-оңай жасалатын чуррос десертін дайындайтын боламыз. Үйдегі қарапайым заттардан жасалады. Алдымен каналға тіркеліп, видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен белгіленген мөлшердегі ұнды және де қопсытқышты қосып, одан кейін тұзымызды салып, сұйық майымызды құйып, қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, жақсылап араластырып, тестісін дайындап аламыз. Тестісін дайындап болған соң оны әбден суыту қажет. Одан кейін табамызға майды құйып, оны қыздырып, кондитерский мешокқа тестамызды суығаннан кейін салып, осылай пісіріп алатын боламыз. Дәл видеодағыдай етіп. Өте тез пісетін болады, қызарғанша дейін аунатып пісіріп аламыз. Одан кейін қағаз салфеткаға майын сорғытып аламыз. Қыздар, бұл десерт маған өте қатты ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер. Оп-оңай, көріп тұрғаныңыздай тестосы оп-оңай жасалады. Ешқандай басқа заттардың қажеті жоқ. Және де күнделікті шайға жасасаңыздар, өте тез жасалады. Мінекей пісіріп болған чурросымызды енді қант пен корицаны араластырып, осылай аунатып аламыз. Мен сияқты корицаны жақсы көретін жандарға таптырмас десерт деп ойлаймын. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Достар, каналға тіркеліп, міндетті түрде қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алда түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Жіберіп алмаңыздар. Мінекей біздің 5 минуттық десертіміз дайын болды. Нутелламен қосып жесеңіздер, одан сайын дәмдірек болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.